Қайырлы күн. Мен Мерей жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысы Байзолена Бақтыгүл. Сіздерге ұсынатын жобам мозаика үстелі. Жалпы қоқыстар бірнеше түрге бөлінеді. Құрылыс, тұрмыстық, өнеркәсіптік тағысындағы. Біздің мектебіміз 2022-2023 жылы күрделі жөндеу жұмыстарынан өткен болатын. Күрделі жөндеу жұмыстарынан қалған көп қалдықтар, оларды қайта өңдеу экологиялық тұрғыдан да, экономикалық тұрғыдан да пайда әкеледі деген ой әкелді. Бұл суреттерден мектебіміздегі құрылыстың уақытын көре аласыздар. Жалпы жобамыздың мақсаты балабақша балалардың мектепке деген ынтасы мен жігерін арттыру. Қазіргі қоғам супер тұтынушы қоғам. Қазіргі кезде неше түрлі ғимараттар салыну өте қарқынды жұмыс жүруде. Соған сәйкес яғни құрылыстық қалдықтар да өте көп қалуда. Ол құрылыстық қалдықтарын біз көп жерде кездестіре аламыз. Орманда, жағажайда, тағы. Тіпті алысқа кетпей-ақ көшемізден, ауламыздан да кездестіре аламыз. Қоқыстардың бір жерде көп жиналуы қоқыс полигонының пайда болуына алып келеді. Осы сауал бойынша біз ауыл тұрғындарымен сауалнама жүргізген болатынбыз. Тұрғындарымызға сіз қоқыс қалдықтарын не істейсіз? Яғни өртеп жібересіз бе, көміп тастайсыз ба, немесе полигонға шығарасыз ба деген сауалнама жүргізілген болатынбыз. Сауалнама нәтижесінде көп тұрғын қоқыстарын өртеп жіберетіні белгілі болды. Неге? Себебі қазіргі кезде полигонға шығару үшін міндетті түрде трактор керек. Ол егер өзіңізде болмаса, ол қалтаға салады, яғни сіз басқа біреуге шығарылуына ақша төлеуіңіз керек. Сондықтан тұрғындар үшін өте тиімді нәрсе ол өртеп жіберу болғандықтан сол нәрсені көрдік. Бұл суреттерде сауалнама нәтижесін және сауалнамадан суреттерді көре аласыздар. Ендігі кезекті жұмыстың барысына беретін болсақ, бұл жерден эпоксид шайырын араластыра отырып, өзімізге қажет пластикалық ыдысқа құямыз. Ең алдымен сіздерге көрсетіп кетейін. Өзіміз қалаған ерекше дизайн арқылы жаңағы ішіне неше түрлі құрылыс қалдықтарын салып, пластмас, ағаш, темір, неше түрлі пластик жаңағы құрылыс қалдықтарын сала отырып, эпоксид шайырын құямыз. Сырты пластикалық ыдыспен қапталуы керек. Яғни бала ойнаған кезде пластикадан шайыр пластикадан шығып кетпеш үшін. Және де пропиленді турбаларды аяғына тіреу үшін қондырамыз. Келесі кезекте бізге қажетті құралдар. Эпоксид шайыры, пропиленді турбалар, бекіту топсалары егер біз үлкен көлемде жасайтын болсақ, бекіту топсалары керек болады. Және пластикалық ыдыстар, сонымен қатар кез келген жерде табылатын құрылыс қалдықтар. Тұжырымдайтын болсақ, кішкентай бүлдіршінге ыңғайлылық туғызады және оқуға деген ынтасын арттырады. Барлық керек жарақтар әрқашан қолыңызда және сіздің өзіңіз қалағандай дизайнмен жасай аласыз. Қазіргі кездегі балалардың дамуына өте ертеден үлес қосуымыз керек. Қазіргі кезде балалардың даму деңгейі артта қалып бара жатқандықтан, сол нәрсеге көп көңіл аударуымыз керек. Сондықтан біздің үстеліміз бұл үшін өте керемет таптырмас деп айта аламыз. Себебі бала бұл үстелдің айналасында отырғанда, бұл ағаш үстелдер сияқты жай үстел емес, оның ерекше құрылымы бар. Бала осыған алдана отырып, үстелде отыруға бейімделеді. Сонымен жобамызды қорытындылайтын болсақ, қазіргі заманның проблемасы адам өмірінде жиі кездесетін қалдық заттарды тұрады. Өйткені ол экожүйеге қауіпті. Біз осы қалдықтарды қайта өңдеу арқылы жаңа айтып кеткенімдей экономикамызға да, экологиямызға да көмектесе аламыз. Және кез келген мемлекеттің болашағы білімді жастар. Бүгінгі жас жаңа Қазақстанның жарқын бейнесі. Бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын тұлға. Балаларымыздың дамуын қазіргі кезден бастап қолға алатын болсақ, болашағымыз жарқын болады дегім келеді. Назарларыңызға рахмет.